Сәлем қыздар, сіздермен бүгін 15 минутта дайын болатын өте дәмді керемет болып шығатын печеньелар жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах деп 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап меншіктің көмегімен араластыратын боламыз. Шекерімізді салып, аппақ сұйық масса болғанша осылай араластырып алатын боламыз. Дайын массамыздың үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майды құйып, және араластырып алатын боламыз. Ситадан өтілген ұнымызды дайындап, бір ыдысқа салып қойғанбыз. Соның үстіне 1 чайный ложка разрыхитель салатын боламыз. Разрыхительді жақсылап салып, араластырып, ұнды 2 бөлікке бөліп салып қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осындай керемет жұмсақ қамыр болып шығады. Өйткені қамырдың құрамында сұйық май болған үшін тез бірігетін болады қамырымыз. Әп-әдемі болып шыққан қамырымызды илеп, дайын болған қамырымызды бөліктерге бөліп бастаймыз. Печенье, домалақ печенье тәрізді қылып, жақсылап бөліп алатын боламыз. Домалақтарын бірдей қылып, осылай печеньеларымызды профинге салып, үстінен басып шығамыз. Дайын болған печеньемізді үстінен шаншқышпен бір басып шықтым, әдемілік үшін. Осылай керемет әп-әдемі печеньеларымыз дайын болады. Бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Арнама тіркеліп, лайк, комментария баса кетіңіздер. Сіздермен болған Бибайша.